Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен 70 грамм ұнды ғана қажет ететін алма пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды қосып, ақ көпіршік болғанша миксерлеп аламыз. Шамамен 10 минут ішінде жақсылап миксерлеп алғаннан кейін өлшеп алған сұйық майымызды үстіне қосып, оның үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Келесі өлшеп алған 70 грамм ұнымыздың үстіне 1 шай қасық разрыхителімізді қосып, ұнымызды міндетті түрде ситаның көмегімен өткізіп аламыз. Барлығын бірден салып алғаннан кейін миксердің көмегімен тағы да жақсылап айналдырып алатын боламыз. Массамыз дайын болғаннан кейін орташа размерде туралған алмамызды қосатын боламыз. Мен тек қана 1 дана алманы қостым. 2 немесе 3 дана алма қоса беруге де болады. Алманы көп қоссаңыз, сіздің пирогыңыз да өте дәмді болып шығады. Келесі формамызды дайындайтын боламыз. Мендегі 18 сантиметрлік форма сәл үлкенде болып қалды. Егер сіз пирогыңыздың биік болып шыққанын қаласаңыз, видеода көрсетілгендей формаға салсаңыз, өте биік болып шығады. Қамырымызды формаға құйғаннан кейін үстіне видеода көрсетілгендей сары майды кішіректеу етіп кесіп 4 жерден орналастырып шығасыздар. 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Дайын болған пирогты пышақтың ұшымен ажыратып алып, формасын алып тастайсыздар. Сонда сіздерде пирогтың биіктігі өз қалпында сақталып тұрады. Мінекей қыздар, менің пирогым дайын болды. Алманың дәмі өте ерекше болып шыққан. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Егер ұнаса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.